Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, Мұхаммед пайғамбарымыздың өмірі жайлы біраз оқып үйренейік. Сүйікті пайғамбарымыздың ыстығы барған сайын көтеріліп, ауруы асқына берді. Сәл жақсы болған бір түні төсегінен тұрды. Киініп сыртқа шығуға дайындалды. Мұны көрген Хазіретті Айша анамыз: ата-анам, жаным сізге құрбан болсын, я Расулла, қайда бара жатырсыз деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бақи мазаратына жерленгендер үшін истиғфар ету әмірін алдым. Сол жерге бара жатырмын деді. Қасына Әбу Муайхиб пен Әбу Рәфиді ертіп кетті. Мазаратта ұзақ дұға оқып, олардың кешірілуі үшін Алла тағаладан Аллаға жалбырынды. Пайғамбарымыздың осынша жалбырынғанына қасындағы сахабалар: біз де осында жерленгенімізде ғой, пайғамбарымыздың дұғасына ілінер едік деді. Сүйікті пайғамбарымыз Хазіретті Әбу Муайхибке қарап: әй Әбу Муайхиб, маған дүние қазыналары мен ақырет нығметтерін таңдауда ерік берілді. Қаласаң дүниеде қал, сосын жұмаққа бар. Қаласаң Алла тағалаға қауышу арқылы жұмаққа кір. Мен Алла тағалаға қауышу және содан кейін жұмақты таңдадым деді. Тағы бір күні Ухудта шәһид болғандар үшін Алланың ғафу тілеу үшін жолға шықты. Олар үшін Алла тағалаға ұзақ жалбырынып дұға етті. Сосын мешітке барып сахабаларға: мен сендердің Кәусар бұлағына ең бірінші қауышатындарың, қарсы алатындарың боламын. Сендермен кездесетін жеріміз сол жер. Мен сендерді менен кейін мүшріктікке қайтады деп қорықпаймын. Бірақ дүниеге беріліп, сол үшін бір-біріңді көре алмай өлтіріп, нәтижесінде сендерден бұрынғылардың жоқ болып кеткені сияқты, сендердің де жоқ болып кетулеріңнен қорқамын деді. Сосын үйіне кетті. Науқастығы асқынған еді. Мүбәрәк әйелдері сүйікті пайғамбарымыздың Хазіретті Айшаның үйінде болуын қалайтындықтарын білдірді. Сау саламатта болыңыздар. Сауабы сіздер мен біздерге болсын.